Сәлем достар! Бізде каналымызда жаңа видео қаталапке 2 серия. Қайырлы таң. Кеше тойдан біздің мама папа кеш келді. Айтпақшыдай біз бүгін қалайда Айлиннен кек алуымыз керек. Міндетті түрде кек алам. Одан мен бірінші кешегі видеоларын просмотрын көрем. Тамаша. Кеше билеген тиктоктағы видеом уже ақпотқа шығып жатыр, рекке шығып жатыр. Мені қолдағандарыңа рахмет халқым. Енді тура осы көңіл киімімізді ауыстырып, әкемізге барып, папама барып, кешегі үшін Айлинде жауап беруге үгіттейміз. Так, менде бүгінгі күн черный. Мен қалайда қара киімдер киюге тырысамын. Маған жалпы қара түс ұнайды. Де қара шорт. Жоқ, бұл футболка екен. Қоңыр үйдесем, ойлансам, қазір açынан тағы да бір қара шортым болу керек еді жерде менің. Қара шортымды іздейін қалайда. Қапақ киік. Шортим қайда менің? Міне. Тура аяқ киіммен де шашымен де елесе кетеді. Тамаша, астыға түсейік. Әпшеміздің настроениесі ол айтпақшы ол жұмыста ғой. Тогда папаға мен айтам. Қайырлы таң, Марғау. Жаным. Қалай ұйықтадың? Жаным. Мама, сендер кеше тойда кеткенде не болғанын білесіңдер ма? Үйде Айлин маған бәрін істетті. Мен бәрін жасадым, тамақ та жасадым. Ал ол маған ұрсады тағы деп. Мен ондай әпкені қаламаймын. Қызым, оны үлкендер туралы деп айтуға болмайды. Онда ол менімен жөнді нормально аралассын. Мақұл қызым, мен таңғы ас жасайын, сен әкеңді барып оят. Ол жұмысқа кетті, Айлинге маза тыныштық бер. Сен кішкентайсың. Мақұл. Сен Айлинді жақтайсың постоянно. Папау. Қайырлы таң, папам. Қайырлы таң. Кеше білесіз ба, сіз жоқ кезде не болған? Сіздің сүйкімді әдемі қызыңыз еркетті. Папа, маған қара. Не болды қызым, не болды? Айлин маған кеше тамақ істетті күштеп. Мақұл папа, мен бетімді жуып, қалған киім айтам. Мамам бар. Мақұл қызым. Жақсы, жарайды да. Кездесеміз. Мен сені әрдайым қолдаймын қызым. Yes! Қуаныштымын папа. Мақұл жақсы қызым, бетінен сүйдім. Жоным менің, ботам. Құлыным менің, алтыным менің. Мақұл папа, менің бетімді жуайын, бірінші туалетке барайын. Бүгін бізде, айтпақшы, бүгін менде 6 сабақ қой, соны ойласам көңіл күйім түседі. Бір. Қалайда бүгін кек аладымды ойласам, көңілім көтеріледі. Бізге теңгелетіндер жоқ қой, папа. Бізге теңгелетіндер жоқ қой. Я, қызым, бұдақаны бар. Бара ғой, мен де қазір барам дастарханға. Қызым, сен уже папаңа бәрін айттың. Мама, енді онғы дұрыс емес қой. Қызым, ол үлкен, ол жұмыстан келеді, шаршайды. Сен айтпақшы деп білесіз ба, мына хатты оған жігітті жазған. Қызым, онда үлкендердің хаттарын оқы. Бірақ мама, оның жігіті бар. Қызым, болмайды. Мен оны бөлмесіне апарып қоям. Олай істеуге болмайды, қызым. Үлкен болғанда есіңе түседі. Қыздарым-ай. Бұны көзге көрінетін жерге қойып қояйын. Қызым өзі жұмыстан келгеннен кейін көреді. Мақұл, мен таңғы ас дайындайын. Мен бірінші ноутбугымды апарып тастайын. Я, мама, солай жасаңыз. Мақұл қызым. Қазір келдім, күте тұр.
Ya kızım, ne jeysin? Кадимче жұмыртқа көрдім. Жұмыртқа жейм. Еш огурцы болса қасында. Мақұл қызым. Жақсы, жарайды. Мама, содан кейін маған майын аз қойшы. Мен салмақ қосып жатырмын. Мен тиктокермін, маған салмақ қосуға болмайды. Қызым, сен өте әдемісің. Өте әдемісің. Как модель деуге болады сені. Қызым, жұмыртқадан адам семірмейді. Мақұл қызым, өзің білесің. Өзің таңдауың. Иә, мама, дұрыс. Мама, білесіз бе, бізде бүгін 6 сабақ, мен бүгін кештеу келемін. Достарыммен жүрем. Содан кейін мен бір-екі киім алғым келеді. Мақұл қызым, өзің біл. Тәрелкелерді қояйын. Тәрелкелерді қойдық. Қызым, неге сен әкем шақырмадың? Шақырдым әкемді. Қазір келеді, ол жуынып жатыр ғой. Ой, молодец, менің қыздарым ақылы көп. Иә, менің ақылым көп. Бірақ үлкен қызыңның ақылы бар деп айта алмаймын. Қызым, сөйлей берме, тамағыңды же. Мақұл. Ас болсын сендерге де. Папаң ашшыны жақсы көреді, оған бір себейік. Иә. Менден жұмыртқа алынбай жатыр. Ой, мама, менде ғой. Ас болсаңыз, ас болсын. Огурцы дедім мен, мама. Жарайды, енді қызым, аласыз, холодильникте тұр ғой әні. Кенжесі болсын, бәрін өзің істесін. Мақұл, көндік. Ал, жейді. Айтпақшы маған, мама, кофе құйып берерсіз енді? Мақұл қызым, қаты еркелік болмайды. Иә. Қазір кофе дайындайын. Айтпақшы, мама, мен картама ақша саласаршы. Киім кешек алып атсақ, картамда ақша болмай қалса да ет болады. Иә, жарайды. Аударып қоям. Рахмет, мама. Мама, сен бүгін жұмыстан кеш келесің бе? Иә, бүгін науқастар өте көп очередке жазылған. Менде бос уақыт жоқ, қызым. Кәсіндегі шай беп жұмысқа кетіп. Мақұл, мама. Сейдің бетіңнен кофеңді ішіп кет, қызым, осы жерде. Мақұл, жеп ішіп кетем. Ал, тойды қарным. Болды, мен кеттім, тағы тикток түсіруім керек. Содан кейін сабаққа баруым керек. Мақұл, жарайды, қызым. Сенің осы тиктогың. Мама, тикток туралы етіп айтуға болмайды. Біз келіскеміз. Мақұл. Мақұл, қызым. Отағасы, сіз қайдасыз? Отағасы, келіңіз. Келдім, міне келдім. Отағасы, тамағыңызды жемейсіз бе? Жұмысқа асығып бара жатыр. Қазір кеш қаламыз. Иә, отырдық. Ал, жеңіз енді. Не жейсіз, кофе жейсіз бе? Сізге шай құйын ба? Отағасы, сосын кішкентай қызды көп еркелетіңіз. Мяу. Ана мышықты шықса келді ғой деймін. Солай болу керек. Мен кенжені еркелетем, мен кенжем. Ал, біздікі үлкен. Содан кейін әр адамның жеке шекарасы болу керек. Кішкентайды көп еркелеткенсіз. Мақұл. Мақұл демеңіз. Сіз мен айтқанымды істеңіз. Бірақ ол біздің кенжеміз ғой. Я, кенжеңіз дұрыс. Кенжені де еркелету керек. Еркеліктің де өз орны болу керек. Бірақ ол қалайды менің кенжем. Мақұл, сіздікі дұрыс, тамағыңызды жеңіз. Кофе қашу. Мен жұмысын жасай, маған кофе әкеліп бер. Жұмыс стөлімнің үстіне. Мақұл. Бара беріңіз. Кофе. Мінеки кофе. Кофелері дайын.
Папин, отаға жүріңіз, неге сөз тұрыңыз? Мен қаршына мұшықна жерге түсіп кетіпті, соған қарап тұрмын. Болды, отағасы уайымдамаңыз, қазір мен оны сыпырып аламын. Сіздің ноутбугыңызды қарап, отырып, жайғасып, кофеңізді ішіп, жұмысыңызды жасай беріңіз. Іске сәт. Мақыл сыпырайын. Сасып жатыр. Бұл мұшықты айттым мен, далаға тастау керек. Айда тыңдамайды мені, тыңдамайды. Тек ол папасын ғана тыңдайды, ал папасы бізді тыңдамайды. Сыпырайық. Сосын оны қоқысқа апарып тастайық. Болды, мұшықтың сәуесі бітті. Қой, мен жұмысыма барайын. Оба, ұрып алдым. Қой, кетті, мен асығыспын, жұмысқа барайын. Ойба, мен әлі ыдыс жумаптым ғой, ыдыс жуайын. Осыны Айдаға жуғызу керек қой. Қайда жүр ол өзі? Тиктогын түсірет тұрады. Айтсаң тағы болып келейді. Так, ыдыстарымды жуайын. Ыдыстарымды жуып болғаннан кейін кетемін. Мынақты тәрелкалар қалып кетіпті. Ол тәрелкаларды да жуайық. Пакаларды жуайық. Сковородка. Өмір ыдыс жуғанда осы сковородка соңында қалады. Жуайын. Оны да іліп қояйын. Болды, мен кеттім деп атқаныма уже жарты сағат болды. Мақыл, жақсы, кеттім, қолымды жуайын. Достар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, күніге жаңа видеоларды күтіңіздер. Мен такси шақырып қояйын. Алло, такси, маған срочно тез келу керек. Каналыма тіркеліңдер. Достар, мен күшті нәрсе ойлап таптым. Біз ертең әпшемізге пранк жасаймыз. Өте қатал пранк жасаймыз. Сендер ол пранкты астына комментарий ретінде қалдырып кетіңдер. Мені қолдаңдар. Ал мен досымен сөйлесейін. Достар, міндетті түрде қалдырыңдар, мақыма. Мен сендерден ответ күтем. Мен оның қалай да жазасын берем.